Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге баклажанды ерекше етіп қуырып жасалынатын тағам рецептісімен бөлісетін боламын. Баклажанды осы әдіспен қуырған болсаңыз, өте қытырлақ, дәмді, әдемі болып шығады және де дастарханыңызды ашып тұрады. Тағамымызды дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге баклажан, яғни қазақшасы баялды, сосын қызанақ, сарымсақ және салат жапырақтары керек. Ең алдымен жақсылап жуылған баклажандарымыздың бастарын алып тастаймыз. Содан кейін ұзынша етіп тураймыз. Ең бірінші қабығын пайдаланбаймыз, оны алып тастаймыз. Сонан кейін видеода көрсетілгендей етіп ұзынша тіліктерге бөліп аламыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай кессеңіздер болады. Ең бастысы өте қалың болмай, жұқа болғаны дұрыс. Міне осындай қалыңдықта баклажандарымызды өте жұқа ғып, бір-бірдей ғып кесіп алдық. Енді кесіп алған баклажандарымызды екі жағын ұнға батырамыз. Барлық жеріне ұн жағылу керек. Содан кейін артық ұндарды сілкіп тұрып, барлық артық ұндарды түсіреміз. Ұны көп болып кетсе, баклажанымыз өте қалың болып кетеді. Өйткені содан кейін жұмыртқаға батырамыз. Жұмыртқаға татымына қарай тұз қосасыз. Баклажанның екі бетін жұмыртқаға жақсылап батырғаннан кейін артық жұмыртқаны осылай сілкіп ұстап тұрып ағызып тастаймыз. Содан кейін панировочный сухариге батырамыз. Сөйтіп панировочный сухариге барлық екі жағын жақсылап батырып аламыз. Панировочный сухаридің екі түрлі болады. Бұл мендегі ірі панировочный сухари. Міндетті түрде ірі панировочный сухариді пайдаланыңыз. Өйткені майда панировочный сухариді қазір майға қуырған кезде қап-қара болып қуырылады. Осы әдіспен барлық баклажандарымызды алдын ала дайындап аламыз. Алдын ала дайындап алған баклажандарымызды қызып тұрған майда екі бетін қызарғанша қуырамыз. Қуырылған баклажандарды салу үшін, оның майын тез сіңіріп алу үшін бір табаққа немесе тарелкаге қағаз салфеткаларды дайындап қоямыз. Дайын болған баклажандарымызды өте майлы болмас үшін екі жағын аудара отырып, қағаз салфеткада майларын сарқытып аламыз. Содан кейін ыдысымызға қажетті мөлшерде майонезімізді құямыз. Қажетті мөлшерде сарымсақтарды үкіштен өткізіп саламыз. Әркім өзінің қажетіне қарай салады. Біреу сарымсақты ұнатады, біреу ұнатпайды. Мен сарымсағы көп болғанды ұнатам. Мен өте кішкентай үш тілім сарымсақты өткіздім. Содан кейін сарымсақ пен майонезді жақсылап араластырып аламыз. Баклажанымыздың арасына салатын салмамыз дайын болды. Келесі қызанақтарымызды видеода көрсетілгендей майда бөліктерге бөліп аламыз.
Енді тағамымызды дайындауға кірісеміз. Баклажанның арасына жаңа дайындап алған майонез бен сарымсағымызды жағамыз. Содан кейін кішкене салат жапырақтарын саламыз. Оның үстіне бір немесе екі тілік қызанақты саламыз. Содан кейін баклажанымызды рулет қып ораймыз. Осылайша барлық баклажандарымызды жасап шығамыз. Баклажанның бір келкі қуырылған бетін сыртқы жағына қаратамыз. Міне біздің қытырлақ баклажандарымыз дайын. Ыстық күйінде жесеңіздер өте дәмді болады. Қытырлап салат жапырақтарымен бірге өте ерекше дәм береді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Рецептім сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Каналыма жазылып, қолдау білдірулеріңізді сұраймын.